Меники емес. Басқа бір адам попросить етті, салып берші деп, мен салып бердім, болды. Ол жақта жазылып тұрған бағаны ешкім бүйтіп мен ойдан құрастырып алған жоқпын. Ол менің де билеттер емес, просто біреудің билеттері. На Реал Мадрид и Кайрат, потому что вот сыновья Сакена Магазиева, это певец, да, и Испанова, они продавали по 50 билетов по высокой стоимости, хотя вроде, да, 200% надбавка, хотя вроде билеты продавали вот по июню. Вы будете проверять эти факты и вообще как такое возможно? По поступлению действительно данной информации, я сейчас ее от вас получил, мы готовы провести проверку, для этого нам необходимо обращение, и в обязательном порядке мы проведем проверку и примем процессуальное решение. А вы видели в социальных сетях, сколько было жалоб, что люди не смогли попасть туда из-за как раз таких спекуляций? Я этих жалоб не видел, в любом случае мы проведем проверочные мероприятия. Инстаграмда ашып қойсам, тек мен болып жатырмын ғой, бүкіл билет ойбай, Қайраттың билеті Олжаста екен, Олжас сатып жатыр екен, Олжас осындай бағасына сатып жатыр екен деген посттар, не деген адамдар сатып да уже. Ағай, менде билет жоқ, ол билеттер менікі емес. Менде билет бар болса, мен жатпаймын ба стадионда, бар мағындай қазір продукты алып жүргенше. Ол бір жерден маркетинг, билетті итпен құстың бәрі салады. Тредста, Инстаграмда, бір жерден бұл маркетинг активность көтеру мақсатында салынды. Одан кейін ол билеттер менікі емес. Басқа бір адам попросить етті, салып берші деп, мен салып бердім, болды. Ол жақта жазылып тұрған бағаны ешкім бүйтіп мен ойдан құрастырып алған жоқпын. Ол менің де билеттер емес, просто біреудің билеттері. Алдым өзім историяма салып қойдым. Бар болған сол, сіздер кәдімгі артық кетіп, кәдімгі жекеге кетіп, артық сөздер, артық посттар өте көп болып жатыр. Олай қатты кетпеңіздер деп айтқым келіп отыр. Менде билеттер бар болса, менде қолымда билеттер бар болса, мен көрсетер едім. Міне мен өзім алдым билеттерді деген сақтап та. Отбасымызбен барып отыратын едім мысалға. Ол билеттер жоқ, бұл жай ғана маркетинг, активность көтерудің мақсатында салынған болатын. Сондықтан да сол айтайын дегенім, жалпы біреудің өмірлеріңізде ешкімнің шаруасы болмасын деген келеді. Мен жалпы не сатсам да өзім білемін ғой. Билет сатам ба, машина сатам ба, продукт сатам ба, білмеймін, носки сатам ба, мысалы, или техника сатам ба. Жалпы адам өзі біледі ғой, не сатса да, немен айналысса да. Сондықтан да бүйтіп біреудің өмірінде сізден артық шаруаларыңыз болмасын деген келеді. Әркімнің өзінің жұмысы бар, әркімнің өзінің нәпақасы. Билеттерді өйстіп сатып атса да, енді бұл да бір күн көрсетуге де болады. Сондықтан айтайын дегенім сол, менде билет жоқ, бұл жай ғана маркетинг, бұл жай ғана активность көтеру мақсатында болды. Сондықтан аман болыңыздар, артық кетпеңіздер, жекеге шықпаңыздар, олай маған журналистер хабарласып жатыр. Сол, аман болыңыздар. Бүгінгі Қайраттың ойыны тек қана жеңіс, сәттілік тілейміз. Алға Қайрат. Как вы объясните вот эти спекуляции, которые произошли с покупкой билетов на Реал Мадрид и Кайрата? Потому что вот сыновья Сакена Магазиева, это певец, да, и Испанова, они продавали по 50 билетов по высокой стоимости, хотя вроде... Да, 200% надбавка, хотя вроде билеты продавали вот по июню. Вы будете проверять эти факты и вообще как такое возможно? По поступлению действительно данной информации, я сейчас ее от вас получил, мы готовы провести проверку, для этого нам необходимо обращение, и в обязательном порядке мы проведем проверку и примем процессуальное решение. А вы Достар деймін да, сіздер қызықсыздар да. Менде билет болса қазір Қайраттың стадионында отпаймын ба, айқайлап. Кеше барып кеттім мен алдынан негізі. Менде билет жоқ. Балам билет сататын болса айтпайын ба, мен сатпай қой, өзіміз ала салайықшы деп. Менде де достар бар ғой. Ол билет бар ғой, мен баламда жоқ қой. Жолдас балаларға салып берші деп айтқан ғой. Инста парақшаңа. Мысалы, сіздерге бір сұрақ қойыншы, 2 билет сатып алдыңыздар да сіздер. Белгілі бір себептермен барамай қалдыңыздар Қайраттың ойынына. Оны сіздер не істейсіздер? Өздеріңіз білесіздер ғой. Алып қоясыздар ма үйге, біреуге бере саласыздар ма, үстінен қосып сатасыздар ма? Бұл енді жемқорлық емес, менің ойым. Реал Мадрид бір-ақ рет келіп жатыр ғой міне. Алматыға бірінші рет келіп жатыр, бір Реал Мадрид. Бәрінің көргісі келеді ғой. Ойба, айди бермеңіздерші, менің балам жемқор деп жазып қойыпсыздар ғой. Жемқор болғанда қаяқтан ұрлап жатыр екен менің балам? Ойланыңыздар. Өздеріңізде 2 билет бар, не істейсіздер? Сіздерге сұрақ.
халық Реал мен Алматының ойынына футболға билет таппай жүр. Нұрлан Еспановтың баласы билет сатып отыр. Бір адамға 3 билеттен артық сатылмайды деді. Ал ол 40 билетті қайдан алған? Және билеттің бағасы арзан емес, 500 мың, 400 мың, жалпы 1600, 1400 доллар. Қарапайым халық үшін айтқан кезде зарлап, сорлап, кезекке тұрып қаншама адам осы мүмкіндіктен айырылды. Ал осыншама билет оның қолына қайдан түсті деген бір сұрақ бар. Екінші, осыншама билетті не соншама қымбатқа сатады деген екінші сұрақ бар. Үшіншісі, жалпы бұл жерде жемқорлықтың есі шықпай ма? Оның қолына қандай қырғынандай билет қайдан түсіп тұр? Бұл мәселені құзырлы орган өкілдері қарау керек деп есептеймін, анықтау керек. Бұл ғана емес, тағы да басқа азаматтар шынын айтқан кезде билет сатып отыр. Әсіресе осы Нұрлан Еспановтың ұлы, атын білмедім кім екен, бағаны аспандатып осылай сатқан. Заңсыздық қой бұл. Бақытжан мырза, сіз алдын сұрағанда бармаймын деп едіңіз, қалай барып қалдыңыз сіз? За сколько билет? Жоқ, біріншіден мен менде халықпен кездесу жоспарланған. Мен халықпен кездестім. Мен студенттерге лекция оқыдым. Нархоз университетінің студенттеріне дүйсенбі күні дәріс бердім, лекция оқыдым. Одан кейін мынау сейсмик қауіпті аймаққа байланысты мен тиісті кездесулер жүргіздім. Содан кейін мен жоспарлы түрде жаңағы жұмыстарым жүргізгеннен кейін мен қайтуым керек еді. Сондықтан да мен негізі ақыр сол жерде жоспарлаған кейін сол футболға қатысып, Алматыдан сайланған депутат болғаннан кейін қатыстым. Ол сұраққа мен жауап бермейінші. Билетті мен өзім қаражат есебінен сатып алдым, өз қалтамнан сатып алдым. Ол менің құпиям. Қазақстандықтар билетті сайттан сатып ала алмады мысалы. Соны біз тексеруіміз керекпіз. Мен де жеке басым өзім сайттан сатып ала алмадым.